Қайырлы күн, менің есімім Тәжхан Мерей, есеп және аудит мамандығының бірінші курс студентімін. Бүгінгі біздің тақырып бұл дебиторлық берешек. Дебиторлық берешек дегеніміз не? Бұл компанияның басқа заңды немесе жеке тұлғалардың белгілі бір мерзімде алуға тиісті ақшалай қаражаты табылады. Енді дебиторлық берешектің түрлерін айтатын болсақ, бұлар біріншіден сауда дебиторлық берешегі, яғни компанияның тауарлар мен қызметтерді сатқаннан кейін, бірақ төлем әлі түспеген кезде пайда болатын берешек. Келесі коммерциялық емес дебиторлық берешек. Бұл дегеніміз қызметкерлерге немесе басқа тұлғаларға берілген қарыздар, депозиттер, салықтық қайтарымдар. Және үшіншісі күмәнді қарыздар, яғни белгілі бір уақыт ішінде өтелмеген, төлем мүмкіндігі төмен дебиторлық берешек. Келесі бізде дебиторлық берешекпен жұмыс істеу. Біріншіден бұл қарыздарды бақылау, яғни қарыздардың мерзімі мен сомасын қадағалау табылады. Күмәнді қарыздарға резерв жасау, яғни мүмкін төленбейтін дебиторлық берешектерді қаржылық есепте ескерту тәсілі. Және дебиторлық берешекті есептеу әдістері. Ол өзіміз білетін біріншіден кассалық әдіс, яғни ақша алынған сәтте ғана мойындалатын тәсіл. Және екіншісі әкімшілік есеп әдісі. Тауарлар немесе қызмет жеткізілген кезде берешек ретінде тіркеледі. Келесі бізде дебиторлық берешекті талдау. Оның негізгі үш түрі бар. Біріншіден айналымдылық коэффициенті, яғни дебиторлық берешектің қаншалықты тез ақшаға айналатынын көрсететін көрсеткіш. Және инсакциялық кезеңі, яғни дебиторлық берешекті алу үшін қажет орташа күн саны. Келесі ескертуді талдау, яғни берешектің төлену уақыты бойынша жүктелуі. Ол мысалға жаңа болуы мүмкін, мерзім өткен немесе ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Дебиторлық берешекті азайту жолдары. Олар негізінен төртеуіне мысал келтірген болатын. Біріншіден бұл төлем шарттарын оңтайландыру, яғни қарыздарды тез қайтару үшін төлем кестесін жақсарту. Келесі алдын ала төлем жүйесі. Клиенттен алдын ала төлем алу арқылы дебиторлық берешектің алдын алу табылады. Үшіншісі бұл факторинг, яғни дебиторлық берешекті арнайы қаржы ұйымына, яғни факторингтік компанияға сатудың әдісі. Және төртіншісі соңғысы бұл коллекторлық қызметтер. Яғни қарызды өндірумен айналысатын ұйымдардың көмегіне жүгіну табылады. Енді қорытындылайтын болсақ, дебиторлық берешек кез келген бизнес үшін маңызды қаржылық көрсеткіштердің бірі. Ол компанияның клиенттермен және серіктестермен қарым-қатынасын, ақша айналымының жылдамдығын және қаржылық тұрақтылығын көрсетеді. Дебиторлық берешекті тиімді басқару, біріншіден бұл ақша қаражаттардың айналым жеделдетуге, қаржылық тәуекелдерді азайтуға, компанияның төлем қабілеттілігін сақтауға көмектеседі. Берешекті талдау және бақылау құралдарын дұрыс қолдану арқылы кәсіпорын қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізіп, тұрақты даму мүмкіндік алады.